Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 27-ші сабақ жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Ч, ш дыбыстары. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 31-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқы дейді. Міне балалар, ш әрпіне қатысты сөздер шағала, шаңғы, шана, оқушы және шаш. Ш әрпіне қатысты сөздер щетка, щи, плащ, борщ. Ч әрпіне қатысты сөздер чемпион, чек және карточка. Ш, ш, ч дыбыстарын жеке-жеке айтып, өзара салыстыр дейді. Бұл дыбыстардың әртүрлі айтылуы неліктен деп ойлайсың дейді. Ч, ш, ч дыбыстары сөздің қай жерінде келетінін айт. Кестедегі сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Балалар қараңыздар, бұл үш дыбыс сөздің басында, ортасында және соңында келе береді екен. Біз кестедегі сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен осылай жазып шықтық. Яғни, шағала ол суда тіршілік ететін ақ түсті, негізінен балықпен қоректенетін су құсы. Және ары қарай шаңғы, шана, оқушы, шаш, щетка, щи, плащ, борщ, чемпион, чек және карточка сөздерінің де анықтамасын жазып шықтық. Жазып алсаңыздар болады. Келесі тапсырма 32-ші жаттығу өлеңді мұқият тыңда. Пиязды ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Есікті ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Ашшы, әші дегеннің мәнін ашып берер кім? Құйрықты ш жөнінде көңіл қойда мынанық. Ашшы, тұшшы сөзінде қолданылар бұл әріп дейді. Қараңыздар балалар, өлең не туралы айтылған дейді. Бұл жерде өлең ш дыбысы туралы айтылған деп жазамыз. Өлеңдегі сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Ашшы сөздеріндегі ш және ш дыбыстары қатаң естіледі. Екеуі де оқылғанда бірдей дыбысталады, бірақ екі сөзде екі түрлі әріп жазылады. Яғни балалар, бұл ашшы сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырып өзің тұжырым жаса деген тапсырманың жауабы. Ал енді өлеңдегі сұрақтарға жауап бер дегенде біздер пиязды ашшы дейміз, ал есікті ашшы дейміз. Бұл жерде тапсырмалардың орындары ауысып кеткен. Келесі, ш әрпі қай сөздерде жазылады екен дейді. Ш дыбысы ашшы, тұшшы сөзінде қолданылады дейміз. Өлең мазмұнына өз пікіріңді жаз дейді. Ақын өлеңде мысалдар келтіру арқылы ш мен ш дыбыстарының айырмашылықтарын көрсеткісі келген деп жазамыз. Келесі тапсырма 33-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір Чау-Чу деп аталады. Қазақша бұғылы жер дегенді білдіреді. Шынында да бұл өңірде бұғы өте көп. Бұғыны чукчалар көлік ретінде пайдаланады дейді. Алғашқы екі сөйлемді көшіріп жаз дейді. Міне балалар, екі сөйлемді дәптерімізге көшіреміз. Ш әрпі бар сөздердің астынсыз олардың жазылуын есте сақта дейді. Міне ш әрпі бар сөздердің біз астын сызып қойдық. Чукчалар туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Міне балалар, біз чукча халқы туралы деректер деп осындай деректер жазып қойдық. Сіздер керегін немесе толықтай дәптерлеріңізге көшіріп алсаңыздар болады. Енді мәліметке назар аударамыз. Ч, ш қатаң дауыссыз дыбыстар. Олар өзге тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалы, чех, чемпион, плащ, борщ. Ш дыбысы қазақ тілінде ашшы, тұшшы сөздерінде ғана қолданылады дейді. Келесі 34-ші жаттығу өлеңді оқып сұрақтың жауабын айт дейді. Чемпион болып бокстан көтерілдім тұғырға. Көрді әлем биіктен Қазақстан туында. Бұл қайсы әріп дейді. Өлең не туралы мазмұн өз сөзіңмен айт дейді. Балалар қараңыздар, бұл енді жұмбақтың жауабы ч әріпі. Өлең осы ч әріпі туралы мазмұны, яғни чемпион болып бірінші орын алдым, сондықтан бірінші тұғырға орналастым. Әрі бүкіл әлем Қазақстан туының көкке көтерілгенін көрді дейді. Міне мазмұны осындай екен. Чемпион деген кім дейді? Біз жаңа жоғарыдағы тапсырмаларда жазғанбыз. Чемпион ол спорттық жарыстарда бірінші орынды жеңіп алған адам, яғни жеңімпаз екен. Қандай чемпиондарды білесің дейді. Балалар қараңыздар, бокстан әлем чемпионы атанған қазақстандықтар деп біз Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ыбырайымов, Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев және Данияр Елеусіновтерді жаздық. Және тағы басқа чемпиондарымыз өте көп. Қазақстаннан шыққан әлем чемпиондары жайлы ақпарат жина дейді. Міне балалар қараңыздар, біз Бақтияр Артаев, Бекзат Саттарханов, Данияр Елеусінов,
туралы біз бірнеше ақпараттарды жазып қойдық. Дәптерлеріңізге қажетін немесе толықтай көшіріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырма: чемпион болу үшін не істеу керек деп ойлайсың, өз ойыңмен бөліс дейді. Мысалы, мен чемпион болу үшін не істеу керек деген сұраққа шамамен осылай жауап бердім. Чемпион болу үшін ең алдымен адамның ерік-жігері мықты болу керек. Ерік-жігер дегеніміз бұл адамның саналы түрде алға қойған мақсатына қол жеткізу үшін сыртқы және ішкі кедергілерді еңсере отырып әрекет ету қабілеті. Екіншіден, мақсат қоя білу керек. Үшіншіден, мақсатына жетуге деген сенім болу керек. Кез келген спорт бағытында чемпион болған жеңімпаздардың өмір салты ұқсас келеді. Олар дұрыс тамақтанады, ұйқы мен демалыс уақытын дұрыс ұйымдастыра алады. Жаттығу уақытын тиімді әрі барынша сапалы өткізеді деп жаздық. Балалар, өз ойларыңызды толықтырып қоссаңыздар болады. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.